Ассаламу алейкум, құрметті отандастар. Санаулы күндерден кейін барша мұсылмандар асыға күткен қадір түнінде келіп жетпек. Бүгінгі шығарылымызда сол қадір түні оқылатын ең таңдаулы дұға тілектер топтамасын ұсынбақпыз. Оның ішінде қарыздан құтылу, берекелі ризық тілеу, қайырлы жұмыс сұрау, салиқалы жар, ізгі ұрпақ, қиындықтан шығар жол, аурудан шипа сұрайтын дұғалар топтамасы болмақ. Өздеріңіз білетіндей, қадір түні бұл тілектер және дұғалардың қабыл болатын түні. Әрине, әр адамның жүрек төрінде орындалмай жүрген арманы, қажеттіліктері бар. Алла тағала тілектерді әр адамның өз тілінде де естиді. Дегенмен, Құран мен сүннетте келетін дұғалардың қабыл болу мүмкіндігі жоғары болғандықтан ең таңдаулы дұғаларды топтастырдық. Қағазға шығарып, Рамазанның аспаннан періштелер жауатын соңғы түндерін дұға жасаумен өткізіңіз. Енді дұғаларға тоқталсақ. Алладан материалдық байлық, тура жол, тақуалық және жан байлығын сұрайтын дұға. Я Алла, расында мен сенен тура жолды, тақуалықты, күнә мен жаман қылықтардан пәк, таза болуды және байлықты сұраймын. Алладан бала шағаңызға және отбасыңызға бәле жаладан, қауіп қатерден қорған сұрайтын дұға. Я Алла, сенен мен осы дүние және ақыретте жарылқау мен есен амандық тілеймін. Уа Алла, сенен мен дінімде, тұрмыс тіршілігімде, отбасы мен мал мүлкімде жарылқау мен есен амандық тілеймін. Уа Алла, менің әбүйірімді өзің бүркеп қойғайсың, мені қорқыныштан аман еткейсің. Уа Алла, мені алды артымнан, оң жақ, сол жағымнан және төбемнен де өзің сақтағайсың. Сондай-ақ астымнан кенеттен қиянатқа ұшырап, өліп кетуден өз ұлылығынан пана сұраймын. Жар таңдағанда жаңылыспас үшін салиқалы әйел, ізгі ұрпақ сұрау және адамдардың абзалы болуды тілеу. Раббымыз жұбайларымызды және ұрпақтарымызды көзіміздің қуаныш ете көр, әрі бізді тақуалардың алды қыл. Адам атамыз бен Хауа анамыздың Алладан кешірім сұрап, тәубе жасағанда қабыл болған дұғасы. Кім осы дұғамен Алладан шын өкініп, күнә тілектерінен кешірім сұраса, Алла оның тілегін қабыл етеді. Раббымыз, біз өзімізге әділетсіздік істедік. Енді бізді кешіріп, рақым етпесең, сөзсіз зиянға ұшырағандардан боламыз. Қадір түнінде оқылатын арнайы дұға. Я Алла, расында сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені кешіре көр. Алладан кешірім өтінгенде оқылатын дұғалардың төресі. Я Алла, сен менің Раббымсың, сенен басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ. Сен мені жараттың, ал мен сенің құлыңмын. Мен күш құдіретім жеткенше саған деген уәде мен сертімді сақтаймын. Әрі жасаған істерімнің жамандығынан өзіңе сыйынамын. Маған берген нығметтеріңді мойындаймын, әрі күнәларымды да мойындаймын. Мені кешіре көр. Шын мәнінде сенен өзге күнәларды кешіруші ешкім жоқ. Алладан күнә қателіктеріңізге кешірім сұрау дұғасы. Я Алла, шын мәнінде мен өзіме аса көп зұлымдық жасадым. Күнәларды кешіретін өзіңнен басқа ешкім жоқ. Өз жарылқауыңмен мені кешірде, маған рақым ет. Расында сен аса жарылқаушы, ерекше рақымдысың. Қарыздан құтқарып, уайымыңызды кетіретін дұға. Я Алла, расында мен саған уайым қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулықтан, сараңдық пен қорқақтықтан, қарыздың ауыртпалығынан, әрі адамдардың жәбірлеуінен сыйынамын. Ауру сырқаудан, жоқшылық пен қабір азабынан Аллаға сыйынамын. Я Алла, тәніме саулық бер. Уа Алла, естуіме саулық бер. Уа Алла, жанарыма саулық бер. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Уа Алла, мен күпірлік пен жоқшылықтан өзіңе сыйынып, пана сұраймын. Сондай-ақ қабір азабынан өзіңе сыйынып пана сұраймын. Сенен басқа
ешбір құдай жоқ. Алладан дүние мүлкіңізді көбейтуін сұрау дұғасы. Я Алла, көбейте көр, кемітпе, сыйлы қыл да, бейшара қылма, бере көр де, марқұм қыла көрме. Бізді таңда да, құр қалдырма, бізді риза болатын құл қыл да, бізден риза бол. Қиыншылықтан, бақытсыздықтан сыйыну. Я Алла, сынақ қиыншылықтарынан, бақытсыздықтардың жалғасуынан, тағдырдың жамандығынан, дұшпандардың басынуынан саған сыйынып пана тілеймін. Және соңғы дұға, иманыңызды күшейтіп, Аллаға деген құлшылығыңызды көркемдейтін дұға. Я Алла, өзіңді зікір етуге, өзіңе шүкір етуге, әрі өзіңе көркем түрде құлшылық етуге маған жәрдем бер. Алла Тағала баршамыздың қадір түні жасаған дұға тілектерімізді қабыл еткей.